Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге ешқандай той мерекелерден, мейрамдардан қалмайтын дастарханымыздың сәнін келтіретін чак-чак даярлайтын боламыз. Өте тәтті және де ауызда тез еритін болады. Менің видеома лайк басып, каналыма подписка жасап, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 2 дана жұмыртқа. Менде жұмыртқа өте үлкен, сондықтан 2 қостым, ал егер кішкентай болса 3 қосасыздар. Жарты шай қасық разрыхителден қосамыз. Және өз қалауым бойынша 1 шай қасық шекер қостым. Өздеріңіз қоспасаңыздар да болады. Ұнымызды електен өткізіп, қамырымызды елейтін боламыз. Қамырымыз тым қатты, тым жұмсақ болмау керек, осындай орташа болу керек. Осыны пакетімізге салып 20 минутқа қалдырып қоямыз. Минут өткеннен соң қамырымызды алып, қатты жұқа қылмай, орташа етіп жайып шығамыз. Түшпараны кесетін кезде қамырды қалай кесеміз? Дәл солай кесесіздер, тек қана көлемін кішкентай қыласыздар. Майымызды қатты қыздырып, одан соң орташа қылып, барлығын осылай қуырып аласыздар. Қатты қып-қызыл болмау керек. Егер қатты қып-қызыл болып кетсе, онда жұмсақ болмай қалады, яғни қатты болып қалады чак-чактарыңыз. Сол үшін сарғайғаннан кейін ала берсеңіздер болады. Негізі бір қамырдан өте көп чак-чак шығады, ал мен өзіме керектісін алып, оның үстіне сгущенка құйып, араластырып, дастарханыма қоятын боламын.
Жақ жағымның сәнін келтіру үшін макты сеуіп шықтым. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.